Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен бірге тыңайтқыштар сабағын бастаймыз. Жалпы тыңайтқыштар дегеніміз не? Тыңайтқыштар дегеніміз ол өсімдіктердің өсуі мен дамуына қажетті қоректі элементтерді топыраққа қосатын заттар. Олар ауыл шаруашылығында өнімділікті арттыру үшін кеңінен пайдаланылады. Олардың құрамына тыңайтқыштарға, яғни құрамында өсімдіктерге қажет азот, фосфор, калий және басқа да микроэлементтер бар. Тыңайтқыштарды дұрыс пайдалану ол ауыл шаруашылығының өнімділігін көбейтуге мүмкіндік береді. Жалпы тыңайтқыштардың екі үлкен тобы бар, яғни біріншісі ол органикалық тыңайтқыштар. Органикалық тыңайтқыштар ол табиғи жолмен алынатын заттар, мысалы көң, компост, шымтезек, құс саңғыры. Оның артықшылықтары, яғни органикалық тыңайтқыштар топырақтың құрылымын жақсартады және табиғи заттардан тұрады. Екіншісі минералды тыңайтқыштар. Оларға үш түрлі тыңайтқыштар бар, яғни азот тыңайтқышы, фосфор тыңайтқышы және калий тыңайтқышы. Бұлар негізі химиялық жолмен алынатын заттар. Ең бірінші азот тыңайтқышын қарайсыз. Олар азот тыңайтқышы ол өсімдіктің жапырағы мен сабағының өсуіне қамтамасыз етеді. Мысалға, оған аммоний нитраты, карбамидті тыңайтқыштар жатса, фосфор тыңайтқыштары ол тамыр жүйесінің дамуын жақсартады. Мысалы, суперфосфат, фосфорит, Енді калий тыңайтқыштарына келетін болсақ, өсімдіктің ауру төзімділігін арттырады. Мысалы, калий хлориді, калий сульфаты. Жалпы тыңайтқыштардың жасалуына келетін болсақ, ол көбінесе минералды тыңайтқыштар айтты, химиялық жолмен алынады. Аммоний нитратының өндірісі ол аммиак пен азот қышқыл екеуін қосып, осы аммоний нитратын алады. Енді суперфосфатының өндірісінде бұл кальций фосфатына, яғни күкірт қышқылын қосып, суперфосфат тыңайтқышын алады. Бұл реакция химиялық өнеркәсібінде жүргізіледі. Тыңайтқыштардың қолданылуы олар егін шаруашылығында, бақша өсімдіктерінде, жеміс ағаштарын өсіруде, сонымен қатар гүл шаруашылығында қолданылады. Олар көбінесе көктемде, егіс алдында, өсімдіктің өсу кезінде қолданылады. Тыңайтқыштардың енді пайдасына келетін болсақ, олардың негізгі пайдасы ең бірінші ол өнімділікті арттырады, өсімдіктің тез өсуін қамтамасыз етеді, топырақтағы қоректі заттар толықтырады, ауыл шаруашылығының өнімінің сапасын жақсартады. Енді сонымен қатар пайдасымен қоса оның зияны да бар. Яғни тыңайтқыштар дұрыс қолданбаса, ода кейде бір зияндар туғызады. Мысалы, топырақтың ластануы, жер асты суларының ластануы, өсімдіктердің күйіп-пісуі, экологиялық мәселелер. Сондықтан тыңайтқыштарды дұрыс мөлшерде қолдану қажет. Өзінің әр тыңайтқыштың өзінің мөлшері болады, соған сай қолдану керек. Қазіргі күнделікте тыңайтқыштарды қолдану, яғни ол ауыл шаруашылығында, бақшада, осындай үй өсімдіктерінде жиі қолданылып келе жатыр. Көптеген адамдар бақшада минералдық және органикалық тыңайтқыштарды бірге қолданылады. Осы тыңайтқыштар бойынша осы қызықты мәліметтерді қарастыру керек. Әлемде ең көп қолданылатын тыңайтқыш ол азот тыңайтқыштары. Тыңайтқыштардың арасында ауыл шаруашылығының өнімділігі бірнеше есе көбейеді. Кейбір тыңайтқыштар табиғи минералдан алынады. Жалпы бүгінгі сабақ бойынша сұрақтар болса төменге жазып өтіңіздер және сілтемеде берілген тест тапсырмаларды орындауды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.